Құрметті жерлестер, жамбылдықтар, менің өз ойым, мәдениет ол қоғаммен бірге өркендейді. Мәдениетсіз ел болмайды да. Ал мәдениеттің іргетасы қайда қаланады? Әрине, отбасынан бастау алады. Біздің өсіріп отқан ұл-қыздарымыз күнделікті салт дәстүрді, дінімізді, тілімізді ата-анадан меңгеретін болса, олардың болашағы баянды болады. Мен өнер адам есебінде біздің өсіп келетқан жастарымыз мәдениетімізді, ұлттық фольклорымызды, өнерімізді ұғынбаса, олардың болашағы бұлыңғыр болады. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін не істеу керек? Оларды өнерге, мәдениетке баулуымыз керек. Мен жастарды мәдениетті болуға шақырамын. Елімізді сүйіп, отанымызды сүйіп, патриоттық сезімді бойға дарытып, елге қызмет ететін адам, ол әрқашан биік шыңға шығады. Қоғамдағы араздықтар, алауыздықтар, түрлі болып жатқан жағдайларға біз жастарды бойұсындырмауымыз керек. Ол үшін рухани, құнды дүниелерімізді насихаттап, болашағымызды берік қалауымыз керек.